Қазіргі кезде псевдо діни ұйымдар адамдарды өзінің бақылауында ұстау үшін кейбір терминдерді, яғни діни терминдерді бұрмалайды. Мысалы, парыз, қызмет, бойұсыну, құрбандық деген терминдерді өздерінің идеологияларына қарай бұрмалап түсіндіретін жағдайлар кездесіп жатады. Енді біз білетін негізгі дәстүрлі діндегі парыз термині ол ең алдымен адамның Құдайдың алдындағы, адамның өзінің отбасы алдындағы, қоғам алдындағы негізгі жауапкершілікті айтады. Жауапкершіліктер мен міндеттерді, соны біз парыз деп айтамыз. Псевдо діни ұйымдардың түсінігі бойынша парыз деген ұғымды олар жетекшіге өздерінің абсолютті бағынуды, ұйымның өздерінің мүддесін барлығынан жоғары қоюды, сыни ойлауды дұрыс емес деп санау, жеке бір адамға толығымен өзін құрбан қылу, осылардың барлығын олар парыз деп түсіндіреді. Олардың түсінігі бойынша жаңағы міне белгілі бір тұлғаға абсолютті түрде біздің бағынуымыз, біздің Құдайға бағынуымыз деген секілді осындай бір сөздер айта бастайды. Ұйымнан сен топтан кетіп қалсаң, біздің ұйымнан шығатын болсаң, сен жаңағы діннен шыққанмен тең боласың деген секілді, не болмаса сенің отбасың емес, біздің ұйым негізгі маңыздысы осы деген секілді сөздер айта бастайды. Үлкен бір манипуляциялардың бірі психологиялық манипуляция жасайды. Атап айтқанда, яғни сен біздің топтан, біздің бағыттан шығатын болсаң, кететін болсаң, сен адасасың. Біздің жол ғана дұрыс, қалған барлығы теріс. Біз ғана ақиқаттамыз деген секілді осындай психологиялық адамдарға манипуляция жасайды. Кейде қорқыныш, адамды қорқыту, үрей салады. Түрлі теріс діни бағытында жүріп, насихат жүргізіп жатқан азаматтардың насихаттарынан өзімізді, бойымызды аулақ ұстауымыз қажет болады.